ғой. Қарным деден ашып кетті. Бірақ қарным ашса да менің көңіл күйім тамаша. Мен отырған сияқты емеспін ғой, өз көңіл күйімді өзім көтерем, билеп көтерем ойша. Латинас, шатиро, шатиро, ай латинас. Осы трендті билеп жеп барлық қыздар рекетке кіріп жатыр ғой. Осы мен билесем ғана рекетке кірмей қалам ғой. Латинас, шатиро, шатиро. Арбуздың иісіден тамаша ғой. Бірақ одан тұрға бір арбуз жетпей қапты ғой. Туй, ол қазір таласады ғой арбузға. Жоқ, мен оған бермеймін өз арбузымды. Туй, үйден ішің пісіп кетті бар ғой, адамның қаныш бар ғой. Әпкем вообще сотқа бермейді ғой. Еше мен блогер бол деп күннеше мың рет видео түсіреді ғой, инстаграмына, тиктогына бар ғой. Көп жинаған просмотр ғой, 2-ақ просмотр ғой. Мамам көреді, папам көреді. Өзі көреді, еще 3 просмотр болды, ура, менде подписчик көбейіп келеді дейді. Адамды алдап бар ғой. Анамның видеоларын мен түсіргенде уже мен бар ғой, миллион просмотр деп, миллион подписчик жинайды деймін. Адамның қанышы бар ғой, еще соткасын бермейді, өтіріктен қызғанып бар ғой. Мен блогердің соткасын ұстауға болмайды деп. Ішім пісіп мен телевизор көріп отырмын бар ғой. Мынау, әпкемнің билеп жүрген тренді ғой мынау. Әпкем қазіргі трендтарды билей алмайды ғой, бұрынғы трендтерді билейді ғой. Мынандай ғой міне, есігімнен қайдың, жүрегімнің есігін қағып тұрмын, аш. Ешекбас, қашпай, саған емес, анаған айтудың ғой жұмысын ба? Сондай трендтерді билейді ғой. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын, аш. Үйдің бәрін шаш, әпкем жинайды. Осындай трендтерді билейді ғой. Латинас, шатиро, мә арбузыңды алсай. Айттым ғой, бұл әпкем бар ғой, осындай трендтерді билейді, бір түрлі. Латинас, Әпке сен билей алмайсың, қойшы сен. Сәтті бар, өзім билей алатынын айттым ғой, мә ал арбузыңды. Әпке? Ау. Ей, тоқтат. Не? Неғып маған біреу, саған неғып екеу? Енді мен арбузды жестім ғой. Ұлыма шыдасай. Жынды не бір арбузға болады, лап. Жемеймін, вообще жемеймін. Сен наны. Жемеймін вообще. Екеуміз де бірде-бір ұлымызды қой. Жарайды. Жемеймін. Қоя тұшқа телем, жүк қоймамнан. Қас телем, күт. Адам қаныш өзіне екеу ап, маған біреу алған, несін ертқа дейім. Одан да шынымен дұрыс айтады. Әділдік болу керек қой. Менде 2 арбуз, ода 1 арбуз. Енді бірде бір болу керек. Туйна арбузды жегім деп баратыр ғой. Әпкем қашан келеді? Әпке қаяқтан келді? Ешқайдан? Қаяққа кетіп қалдың сен? Кухняға барып келдім ғой. Әпке ана бетіндегі дәнектер не болды? Жаңа арбуз десем ғой, мыналарды ше. Сонда ана арбузшы дәнектерін атқылаған ғой. Арбуз дәнектерін атқылаған дейсің ба? Иә. Сонда арбуз қантан ба не? Иә, сондай ғой. Қарасай бірде бір болдық қой енді. Сенде біреу, менде біреу. Жананы ғой. Кеттім мен. Бірде бір, анада бір арбуз, менде бір арбуз болды. Басында ода 2 арбуз болған. Әпкем бір арбузды қайқа барып түседі. Менің басым жасамай ма, әпкем бас жасамай ма? Мә, арбузға тоймай қалдым ғой. Жақсы болды, чипсы да сығып қойған. Қарным ашқан кезде жеймін. Так, 1, 2, 3, 4, 5.
осыны жейін. Әйтпесе ертең қарным ашқанда тағы да жеймін ғой. Жел ма? Бәсе? Ал мыналарды тығып қою керек. Әйтпесе одан тәді білем ғой тағы да таласатын. Латинас, шатиры. Отантай. Сорлы үйде жоқ өтем ғой. Жақсы болды ғой чипсіді емін-еркін жейін. Комнатама жейін ба? Жоқ. Чипсіді жеп шашып сайым. Лучше ана комнатаға барып жейін. Одан да теріп қалмасын. Немене бәле? Аяқ тиім есікте мініп алған ба? Әпкем чипс жеп береді. Чипсыйдың иісі деден күшті ғой. Одан да телмей тұрғанда тез жеп қояйын. Одан да осындай чипсылар жақсы көреді ғой. Дәмі деден күшті екен. Аппетитный ғой. Пранк деген сөз қатты кетіп барады ғой. Аузымды аштым, тілім бейшара садақтап деп ит сияқты болып қалдым ғой. Тілім ашып отыр. Айранды ішкен кезде андай ауызған тіліңнің ашқан бәрі кетеді деген. Иә? Тілімнің ашқаны кетті ғой. Менде бір идея бар. Әпкем ақыры маған пранк жасады ғой. Мен оған қазір пранк көрсетем асқа. Биосқа тойып алам да. И так, стаканға қосып берем оған биосты. Аяқтан стакан әкеп стаканға қосам. Одандағы күшті пранк жасадым ғой. Екіншілей маған пранк жасамайтындай қылдым ғой. Ауыз ашып сорлы не істеп жатыр екен? Әпкеме көрсетейін қазір. Пранктың қандай екенін. Мен қазір аузым ашып құсып отырған сияқты боламын. Әпкем шақырып, сосын мына құсығымды ішіп қояды. Бүгіннен бастап ешқандай ешнәрсе ішпеймін. Отравление деп тұрмын ғой. Осы үйдегі бүкіл тәттілерді сіз жеп, бүкіл тәттілерді сіз ішетін сияқтысыз бар ғой. Одан да мен бар, мен жеймін барлық тәттілерді. Иә, сіз жейсіз. Биосы да жіберсем бола ма? Иә, осы биосы да жіберсем. Рахмет, Отантай. Бәрін ішіп қойыңыз әпке. Мен сізге бәрін берем ғой. Мен ешнәрсе ішпеймін бүгіннен бастап болған. Биосын дәм
mi шығамын? Чипс жейтінден ма? Иә. Сіздің жеп жүрген чипсіңізден ма? Иә, сондамын. Сол жаңағы мен сіздің жеген чипсіңізді бар ғой? Иә. Стаканға құсып берді ғой. Әке, пранк, бітті. Көрдің ба, мен саған айтқан пранк жасама деп. Сауап өл адамның қанышпей. Доказа ашып қойды ғой, еще бар ғой.